Жас қатын, мархабат байғұт, әңгіме. Ауруханаға Наурыз мейрамының алдында түстім. Амалсыздан, жанға қатты батқандықтан әрине. Әйтпесе, өзіміз өзгеше санайтын жаңа жылымыздың қарсаңында, күніміз түніңізбен, жарығымыз қараңғыңызбен, теңесер тұста төрт қабатты түнеріңкі үйді сағынып қалды дейсіз бе? Сүлесоқтанған селқостық төрт қабатыңызды түгел қабыздағанын сезінгенде, бәрінен безінгің бар. Алайда ауырмақтың азабы аждаһаның алдына да апарар. Жарым-жартылай ақылы, жарым-жартылай тегін қақылы тәртіптерімен тексерісті. Басымыздан бастап белімізге дейін бірнеше дерттің белгілері мен мұңдалап, төменіректен тағысын тағылары табылды. Бір бөлмеде 5-6 адамнан жатады екен. Үшеулігіне тап болғаныма шүкіршілік. Сырқатханамыздың сырты ғана сұрқай емес, ішіндегі іркілістері де іркес-тіркес. Жасаулары жүдеген, жабдықтары жадаған. Бірін жамаса, екіншісі жыртылар. Үшіншісін жасқаса, төртіншісі сетінер. Құдды мына менің кеселдерім мен кінәраттарымдай. Бұрындары да жатқанмын, айыққандай боп шығатын ем. Бір-екі аурудың беті қайтқандай көрінетін. Қаншама қат-қабат кесепаттардың құпияланып қап, қоя беретін ішін қалтырай сездірсе дағы қалта шіркіннің шұрық тесік. Ақ желеңді абзал жан аталатындарды да кінәлай алмайсың. Бірен-сарандары болмаса, басым көпшілігі тым ұзаққа созылған өтпелі кезеңде өлермендікпен өлеусіреген, саналары сансыраған. Өздерінің де жараға айналған жадылары ем тілейтін бұл жазғандар алдарына кеп дәру күтіп, дауа дәметкен дерттілердің жаутаңдағанын неғылсын. Немқұрайды қабылдап, нәумез қарайдың түп тамырын тереңнен іздеп жатқан ешкім жоқ. Дәрігерлеріңіздің өздері аласапыранның зарарларынан запыранданған тіршілік теңізінің жан сақтайтындай жағалауларына жете алмай жанталасумен әлек. Өлшемдердің күллісі өршеленген кезеңді. Мейірімнің сарқыттары медбикелердің миығы мен кейбір дәрігерлердің күрсінесінде ғана сақталыңқырап тұрғандай. Қадырдан оқырман, шаһарымыздағы төрт қабатты түнеріңкі сырқатханамыздың сырты мен ішін біразырақ бейнелеп сыпыра сипаттағандаймыз. Емдейтіндер хақында хабардарсыз. Жасау жабдықтар жағына һәм назарыңызды жығып өткендейміз. Енді тікелей өзімізге көшпегіміз жөн шығар. Бізді білесіздер. Жасырып жабатындай дәнеңеміз жоқ. Біздің басымыздағы кеп, бойымыздағы дерт атаулы басым бөлігіңізге тән. Жаныңыздың жадырмау жағдайы, тәніңіздің сергесіктенбеу себебі неден дейсіз? Әйтпесе, сіз секілді біз дағы жөргегімізде жаурап, бесігімізде тоңдық. Бастауыш мектептерден бастап, пестицидтерді қылғыта жұтып, олармен терең тыныстадық. Мақта шыбығында талықсып құлап, ақ алтын жинау науқанында бүйрегіміз ісініп, бауырымыз сарғайған. Қысқа қарата қуғымыз тұтылып, бір тоқсан бойы оқи алмай қалатынбыз. Сонда да студенттікті итжандылықпен иеленетінбіз. Әлімізге қарамай әскерге де барып қайтатын ек. Пәлегінен тарысқақ пәлекетпіз ғой. Пәтерден пәтерге көшіп жүріп те, әр 5 жылдықта бір-бір төсбелгімен марапатталатынбыз. Сонымен қатар, 5 жылдық сайын бір-бір кесепатты кеселге тырмыштай буылады екенбізді. Бәрібір, бірақ тірліктен түңілмегенбіз, пәниден безінбегенбіз. Жалаңбұт күйде белсендік. Оралаған ұрандарға еріп өкпемізбен қабындық. Жүрегімізді қолға уыстай көтеріп, жалаулата қағындық. Зілмауыр салмақтарға арқамызды аямай тосып, аш-жалаңаштығымызға тыраштана мақтандық. Жөнсіз жоспарлар мен жозықсыз міндеттемелерді еселей жүзеге асырып, ентікпеге ұрындық. Жақыбайлық, жаппай жарыстарда озып қана жығылдық. Кедейлік жарысының ғасыр екенді ол кезең. Алдымызда байлық бәсекесі киллердейін бұт келе кегжиіп күтіп тұрарын білмеппізді. Зардаптардан зарланармыз сіз бен біз. Сарғып күткен, зорғып жеткен мына заманыңыздың да зарары ғана бұйырған біз бен сізге. Қытай барып емделмекке епкі не? Алмания аспаққа жаяулы таңың айрылар, қаяулы көңілің жыртылар. Түркияның төбесі де көрінбес. Алматың мен Астанаң да бұлдырар. Сіз бен бізге өзіміздің төрт қабатты түнеріңкі сырқатхана сыралғы. Кешір бізді, қарапайым қоңырқайда сұрқай. Айналайын, ақ желеңді абзал жандар, түсінеміз сіздерді. Күндіз түні тыным таппай арпалысып бағасыңдар сырқаттың сан түрімен. Күн артынан күн келер, түн соңынан түн жетер.
олай-бұлай қарамаққа қауқарларыңыз қалмай, айлар мен жылдардың аптыға өтіп үлгергенін байқамай, кенет бас көтеріп айнала төңірекке көз тастаған тұстарыңызда ше, бөгей тартқан өз аспандарыңыз алайып төрер төбеден. Алалайтын ағыстар аларып еңсе түсірер, құныққан әбден құбылыс құртар тексіз тебініп, демімен ісіп кебініп, зәулімдер төнер зәрленер. Наурыздарың құтты болсын балдар-ей деген дауыс жетті құлаққа. Уайымға булыққан шала ұйқыдан шошып оянғандай көзімді ашсам, аурухананың жартымсыз жастығы суланып қалған екен. Төрдегі шал төсегінде түрегеп отыр. Үшіншіміз үйіне сұранып кеткен. Терезенің арғы жағындағы терек бұтақтарының арасынан аспанның шайдай ашықтығы аңғарылады. Таңымыздың толық атып үлгере қоймағаны білінеді. Көңіл күйлер күңгірт тұғын бәрібір. Бүгін наурыз мейрамы ғой, Самарқанның көк тасына дейін бүлдіршіннің еңбегіндей былқылдап ермей ме? Құттықтап отырмын балдар-ей, деді қарқалазы қария. Жаңалық пен жақсылық көбірек болғай. Айтқандарыңыз келгей ақсақал, дедік біз. Қарқалазы қария таңертеңгілікте қаттырақ ентігіп, көпке дейін қайта-қайта қақырынып түкірінеді. Арғы жағынан да ауру сырқауы лықсып келетін шығар. Алайда шалдың өзі де қабаттай қосымшалап, әдейілеп әбден тазарып алмаққа тырысады. Сөйтіп, сәскелетінде келетін сұңғыла келіншегімен кездеспекке ерте бастан әзірленеді. Жалғыз шал ғана емес, жас қатынды көрмекке бүкіл бөлімшеміз дайындалатын сияқты көрінеді бізге. Әдетте, қарқалазы қарияс қабырғаға сүйеніңкіреп, сол қолына таяғын бүріп ұстап, әжетхананың өзіне әзер барып қайтып жүретіндей. Ол кісі бізден бірер күн бұрын түсіпті. Айтуынша, бұл ауруханаға алғашқы мәрте жатуы. Көбінесе аса ірі қызметтегі жалғыз ұлы Алматыға ала жөнеліп, Мәскеуіңізге ұшақпен қалықтатып апарып, айрықшалап қаратады екен. Бұл жолы ондайға өзі қарсылық білдіріпті. Оның үстіне ұлының бой басынан да бір қауіпті кеселдің белгісі байқалып, шетелдерге әлсін-әлсін барыс-келіс жасап жатқандай. Ауруына қосылып, аяғына оралға, қадамына кедергі болғысы жоқ. Қарқалазы көкеміз жас мәселесін көп аса айта бермейді. 60-тан асқан бізді балдар-ей дейді. Қазірде балдар-ей, анау үстелдің үстіне жинастырып реттеп қойыңдар. Тазалық пен тәртіпке ештеңе жетпейді, деді буын-буындары сыртылдай төсегінен тұрып. Мен коридорға шыға тұрайын. Терезені ашып бөлмені желдетіп алыңдар. Наурыздың ауасы нұр боп құйылсын. Әне, қалтылдай қадамдап, таяғын таянып, тарғыл қабырғаны жағалап есікке беттеді. Сәлден соң сәскеге таман түгел тамам мұқым мүлде өзгеріп, өңденіп сала берер. Балдар-ей, дейді маған өтінішті үнмен өзімсініп. Мына таяқты тастайықшы. Матрастың астынан кеше келіншегім көріп қоя жаздады емес пе? Құрта тұршы осының көзін. Таяқты тозығы жеткен тік шкафтың төбесіне шығарып, қабырғаға таман ысырай тергеніме, қарқалазы қария қатты ризаланып ыңылдайды. Қу дүние жеткізбес қуғанменен, қара мата ағармас жуғанменен. Жігіттің бәрі бірдей би болмайды белдікпен, көкіректі буғанменен. Қалған құтқан қауқарының бәрін тас түйін жинап теріп, бунап буып, табан астынан қунақланып шыға келетін шіркін-ай. Ғұлама ғалымдар мен майталман мамандарымыз шындап бір зерттесе ғой дейсің. Көз алдыңдағы қайран қаларлық құбылысқа ауруыңды ұмытқандай-ақ аңыра таңырғайсың. Кенет келіншегі келіп кіргенде қалтырамай қадамдап, билейтіндей адымдап, таяқ сүйеніп көрмегендей-ақ кербез керіліп, сұлуының сұлу қолын шым-шытырық шимайлы алақанына салып, сүйрік саусақтардың тәтті тырнақтарына таман тұстан сүйіп-сүйіп иіскеп, серілерше серпілерін қайтерсіз. Жастың аты жас дерсіз. Заты да жас, талшыбықтай талдырмаш, болмысы балғын, жан біткенді жасқандыра сүйсіндірер, сымбатты қымбат тұтып, құрметтеп, күбір-күбір көбейген коридорға шығасың. Қарқалазы қарияның жап-жас, хаса сұлу ханымы бүкіл бөлімшеге басқашалау қозғалыс тартқандай. Келгенін, кіргенін көргендер демдерін ішке тартқандай. Тыныс алмақты доғарғандай. Дәрі-дәрмектердің де иіс қоңыстары жоғалғандай. Дәрігерлер келмекке әлі біраз мезгіл бар. Медбикелер жымыңдасып, еден жуатын егде әйелдіге дейін қылмыңдаса күтулі. 5-10 минутыңыз біздің елде кедейлік жарыстыру мен тарихта қалған өткен ғасырдың ұзақтығындай уақытқа созылар. Аяғынан тұра алатын ауру адамдардың түгелге жуығы табалдырықтарының арғы жақ, бергі жақтарынан жапырласа көз тігер.
Жұртыңыздың шыдамы шегіне жеткен 11-ші минутіңізде біздің бөлмеден қарқалазы қария жас қатынын қолтықтап шығар. Қарияға ұқсамас, обал болар онымыз. Ағамызға анықтап бір қарағайсыз қайтадан. Бойы тіптік, жас ханыммен тепе-тең. Коридор, әттең ұзындау. Орта ғасырдың орта тұсында салынған ғой. Едені ескі плита. Ойылма тайғақ түсі көп. Абайлаш ағатай, дей жаздағың тағы бар. Әзер де әзер үнсізсің. Серік көкең сыр бермес. Коридордың арғы түкпірінен бұлдырап бері қайтқанда да қайратынан айнымас. Медбикелер мейірімдерін молайтып, қарғалазы қарияның жағдайын жамыраса сұрар. Әр палата бөлмеден созылған қолдар көбейер. Ағатайымыз ғарыштан оралған батыр зәліттес. Қалбаңдаған қолдарына қарамастан, таңырқай тесілген көздерді менсінбегендей, марғау бас изеп, иегін сәл-пәл көтерер. Өз бөлмемізге аттап кіргенше, Штрлистейн ширатыла тартылған тұрпаты төрдегі кереуетіне жетер-жетпес тұралап жалпағынан шағылар. Тұра алмастан ежелгі құрылыстың қиранысындай опырылған күйі ұзақ жатады. Күш-қуат беретін, қымбат бағалы бірдеңені 1 сағат бойы күре тамырдан сіңірмекке кіретін медбике мөлі еді. Дәрігерлер кезекті тексерістеріне келгенде тікірейген таяғына қос қолын, оның үстіне иегін сүйеп кілдіреп отырады. Дәрігерлеріңіз сүлесоқтау түрде Наурыз мейрамымен құттықтады. Қарқалазы қарияның ауруханаға түскендегісінен тәуірлене бастағанын, қан қысымының ойдағыдай екендігін мағлұм етті. Бізді айтарлықтай ақ аурулау операция күтіп тұрған сияқты. Тағы да тексеретін, жан-жақты ақылдасып кеңесетін жағдаяттардың жоқ еместігін емеуріндейтін сыңайлы. Наурыздың сол күнгі кешінде ағатайым қаттырақ жөтеліп су төрге түсті. Орнынан түрегеліп, отырмаққа шамасы жетпей, қолымен ишаралап, ернімен ымдап, сусын сұрады. Медбикені әурелемеуді басын шайқап өтінді. Барша бабын келтіре шай әзірлеп ішкіздім. Содан соң ғана басын көтерді. Көңілдене шешіліп ұзақ әңгіме өрбітті. Армансыз өмір сүргендей, алаңсыз ғұмыр кешкендей. Бала кезінен ақ не киемін, не ішемін демеген. Кедергі мен кідіріске кезікпеген. Қосшылықты бастан кешпеген. Бәрін басшылықтан бастаған. Мәскеудегі Тимирязев академиясын бітірісімен ақ бір ғылыми зерттеу институтының бөлім бастығы болған. 1 жыл толмай ақ бір мекеменің бастығы. Қызметтік құжатын нығайтпақ мақсатта облысқа, жергілікті жерге жіберілген. Басқарма бастығы, одан партиялық басшы, одан да биік майлы да жайлы алып кәсіпорынның бас басқарушысы болып жалғаса берген. Оласа түскен. Лұқман хакім меңзегендей, бір надан жаман сөзбен былғамаққа тырысса, бұл қарқалазыңыз қасарса қарсы шықпаған. Ондайлардың өкпесі кеуіп, кек сақтайтынын берік ұғынған. Досына да, дұшпанына да аша айтпай жымсиып шынын ғана сөйлеген. Қашанда арқауы мықты, есіліп есер жіптері шиырулы. Көсіліп көсір құрал саймандары сайлаулы болмағын алдын ала қамдап жан-жақта жайбағыздайтын. Жоқаналықпен жоқтық жуылмаған әулеттен шыққан. Кейінде өзінің өзегі талып өзгеден тілемсектеніп көрмеген. Әне бір мәтелдегідей мешкей обыр жұтқыншы жүре бара құсқыншы боп кетерін һәм қарқалазыңыз қатты ескеретін. Есірмеді де, есінен танбады да, ерініп есінемеді. Ұлы мен қызын да солай тәрбиелемекке тырысып бақты. Талшыбық шақтарынан иіп, икемдей тәлімдеді. Мазаттандыра масаттандырып өсірді. Мастандырмады бірақ. Жеміс жаман болған жоқ. Ұлы үлкен қызметте. Әкесі сияқты тез өсті. Биліктің ұшар биігіндегі қамқоршылардың, жанашырлардың жалаулары назарына жылдам мүлікті. Талай-талай сатылардан бірсін емес, дүркін дүр көтеріле кете барған. Ұлының өз атында ештеңе жоқ, түкте тіркелмеген. Бұлайғыларға да дым сездірмес. 4 қалада тойханалары, бірер шаһарда базарлары. Баршылық, ірілі-ұсақты кәсіпорындары тұтас тізбек құрайды. Астанаңыздың төр жағынан бірер пәтер, бай бағландар бойлығынан, ерекшелер сендігінен 2 бірдей егіз қатар коттедж бен сауда орнын қалыптастырған. Бір жолы ғана сыр берді баласы. Қызметі және жоғарылаған тым биік орынтақтардың біріне тағайындалған алғашқы айдың әуелгі күндерінде келіп кетушілер мен солар тастайтын конверттердің шетсіз көбейгенін көтере алмапты. Зықысы шығып, зыпысы тасып, «Папа!» деп бала кезіндегідей барлығып айқай салыпты. «Папа!» Қорқынышты дауыс аса салтанатты жабдықталған ортаңғы бөлмеден естіліпті.
Асып-сасып жүгіріп барған әкесі. Жалғызының жанары құтырған иттің көзінен бетер қызарып, конверттерді дестелеп үйіп алып ақшаларымен қоса біртіндеп ұсақтап турай бастаған екен. Долларлар, еуролар, теңгелер де жоқ емес. 100 долларлап, 1000 теңгелеп жыртыла бастапты. Әкесін көріп өкіріпті баласы. Папа, папа, надоели мне эти конверты. Надоели. Әкімдер, вице-министрлер, прокурорлар сыйлаған қымбат қамшылар қаз-қатар ілулі тұратындығын. Біреуін жұлып алып баласының жонарқасынан қатты-қатты осып-осып тартып-тартып жіберді. Оғланы осы күнге дейін риза. Ақшалары аман, қаржы-қаражаты есен қалған. Ең бастысы естен ауысудан сақтапты ғой сонда. Балдар-ей, деді қарқалазы қария күрсініп. Наурыз күні тазарған, жаңарған жөн деседі ғой. Өздерің иман жүзділеу жаратылысы екенсіңдер, балдар-ей. Шешілді дағы ағаларың. Көсілді дағы көптен бері жалқы мәрте. Есілді дағы жан жүйкесін Самарқанның көк тасынша ертіп. Кешіргейсіңдер, қарақтар-ей. Сыр сақтайтын сықылдысыңдар ғой, сырт екі жұртқа жайып шашып жүрмегейсіңдер, жарай ма? Жарайды деп жұбатамыз біз дағы. Жалғыз өзіме жекеше емес көпше түрде балдар-ей деп бірталай хикая шерткен ағатайым сол оқиғадан соң, яғни ұлының жонарқасынан осып-осып жібергеннен кейін көп ұзамай өз өтінішімен бөлек шыққан екен де. Кемпірінің қайтыс болғанына біраз жыл өткендіктен көзі түсіп өзгеше қызықтауға кіріскен балғын келіншекті алыпты. Ұлының рұқсатымен, қызының келісімімен ғой әрине. Перзенттері екеулей ескерткен қауіпті нәрселерді білмейтіндей нақұрыс надан еместі бұл кісі. Жас қатынның ерге күйік, елге сүйік болары, шаутатқан шал жұбайлардың зайыптарынан зарар тартып, жапырақтай солары тауарихтан мағлұмда. Сонда дағы алған бетінен қайтпаған. 6 жыл атам болғанша 1 жыл бура болмақты көксегенді текірек көкірек. Өзі 82-де, келіншегі 31-де екен. Қарқалазы қарияның ұлы шетелдерге еміздеп кеткендіктен көруге жазбады бізге. Келіні мен немерелері Нью-Йоркте секілді. Қызы Мәскеуде. Келіншегі де 3-4 күндей төбе көрсетпеген. Бүкіл бөлімшеміз, медбикелер мен өзге де қосымша қызметтегілер, барша палата бөлмелердегі ауру сырқаулар әр сәске сайын әуреге түсіп күтумен жүрді. 5-ші күні сәскеде емес, 5 шамасында жас қатыны ақсақалды ауруханадан асығыс шығарып әкетіпті. Жұрттың бәрі соңғы мәрте қызықтай алмастан арманда қалды. Біз де жарым-жартылай ақылы, жарым-жартылай тегін хақылы қайта тексерістерден өтпекке өзге корпустардың бірінде кілдірей кіртиіп кезек күтіп жүргендіктен ағатайымызбен қоштаса алмағанбыз. Қатты опынып отырып, төрдегі төсектің астында ағараңдап жатқан әлденені байқадық. Қарқалазы көкеміз таяғын тастап кеткен екен. 3 аптадан кейін бізді сырқатханадан шығарған. Қымбат тұратын, жаңашалау дәрі-дәрмектерді қалда түбі көтерсе, біраз уақыт ішіп байқап, қайтадан тексерілмек керек тұр. Ауырлау операция жасала ма, жасалмай ма айқын емес. 5 қабатты бетон үйіңізде баяғы сұрқай сериалы, сұрқылт жайда тұратындардың өзі жағдайларын жасап алғандарға және жұпыны жұқалтаңдарға бөлініп жарылып үлгерген. 5-ші подъезде біз мәністе тақыл-тұқылдау тірлікке жетін 7-8 отбасы бар. 3-4-еуінің ахуалдары айрықшалау, байшыкештер санатында саналар. Қалған бірер пәтердің жұмбақтары жымысқы. Жанетте Борисовна дейтін жалғыз басты бәйбішенің бизнесі. Қолдайтын қорғайтындары жоқ емес шығар әрине. Қонақ үйлер ретінде ұстайды да. Бірер күнге де бірнеше сағатқа да берілетін пәтерлер ғой баяғы. Өзіміздің шұлғауымыз шығып жүріп, өзгелердің шаруасында неміз бар. Бірақ бұл бизнестің бір бөлмесі біздің үйімізге бүйірлеседі. Ауруханадан айыққандай болып шыққанмен төсекке көбірек таңылатындаймын. Бастықтарға дейін сау қызметкер, зайыпқа дінаман жұбай, бала-шағаға ауру сырқауы кемірек әке керек тұр. Қыңқыл-сыңқылы басым, күш қайраты кемшін, жылбыз қыланып жата беретін адамды мына заманда кім жаратады? Жақтыра қоятындар жоқ. 3 бөлмелі пәтер үйіміздің шеткісінде мүлік мүкәмал ескі құсқы бірдеңелер ыбырсып жататын. Енді сол бөлме бізге Қарқалазы қарияның балдар үйіне бір жолата босатылды. Бетон қабырғаға жабыстырыла байырғы кереует орналастырылды. Жағдайға шалқы жүдеу жатысқа көндігіп, көршілес пәтерде өтіп жататын отырыстар мен күбір-сыбырларға да, тасыр-тұсырларға да үйренгендейміз. Күндердің күнінде шалалау ұйқының шалықтауындағы күйімде дабыр-дұбырдан емес, ешқашан естімеген ерекшелеу ыңырсудан оянып кеткенімді қараңызшы. Қонақ үйге түнеген меймандардың әлде біреуі ауырып қалды ма,
жападан жалғыз жатса шұғыл көмектеспек керек шығар деп түйіп мазамыз қашты. Жаман ойлау жоқ еді бізде. Әлгі ыңырсу барған сайын күшейді. Күдік кірді кенеттен. Қарақшыдай ұрланып, ауру сырқаулықтан қаншама қиналып жүрсек те еркек емеспіз бе? Бүйірлес бизнес бөлмедегі дауыстың мән-мәнісін бірте-бірте түптен кіріп түсінгендейміз. Қарқалазы қария секілденіп, қалқиып, төсек үстінде түрегеліп отырдық. Ыңырсу алапат ышқынысқа ұласқан. Жасыратын түгі жоқ, ұнамсыз да еместей белгісіз әйел дауысы. Кешіргейсіз оқырман. Өзімізге өзіміз бағынбастан бір сәтке бөгделеу пиғыл буынады. Демді тартып іш жаққа құлақ қойдық. Неліктен олай, кім білсін. Күндегі әдетімізше ерте тұрып жарты сағаттай жаяу, бірақ баяу аяңдап қайта оралдық 5 қабатты бетон үйдің алдына. Сәл-пәл сергектенгенмін. Ілби басып маңдай тершіп, кенет басты көтерсем 5-ші подъезден Қарқалазы қарияның жас қатыны шығып келе жатыпты. Талдырмаш талшыбықтай, бұрала басқан балғын-ай. Бас изедім алдымен. Амандасар айтуға ауыз көнбей икемге, діл байланып тұтылдым. Бөтен айдан аулақ ем. Есенбісіз қымбаттым, қайдан жүрсіз біз жақта демек едім елпілдеп. Тіл тұтықты неліктен. Қарқалазы қария ағатайым аман ба демек едім тағы да. Жақ қарысып қалғандай. Жас қатынның артынан таудай биік, талдай көркем, зіңгіттей жігіт ілескен. Енді ғана бірдеңені ұғынғандай, шеттей берік сұңқиып, бас айналды меңзеңденіп. Қадамымыз зіл тартып, зәузі шектік мұңғиық. Тартып бара жатты әлдебір тұңғиық.